Сәлем, менің YouTube көрермендерім, бүгін мен сіздерге жаңа бір ақпаратпен бөліскім келеді. Бұл ақпарат апаларға, аналарға арналады. 45 жастан кейін мұны жасамаңыз. Бұл әйел ағзасындағы жаңа кезеңнің бастауы. Жүйке, гормон, сүйек, жүрек бәрі де нәзік тепе-теңдік іздейді. Ал біз кейде білмей, денсаулығымызға зиян келтіріп аламыз. Түнде ауыр тамақ жеу, ағзаға ауыр соққы. 45 жастан кейін зат алмасу баяулайды. Кешке ет, қуырылған, тәтті, ұнды тағамдарды жеу. Бауыр мен ұйқы безіне, асқазанға үлкен салмақ түсіреді. Нәтижесінде ауыр ұйқы, іш кебу, холестерин. Оның орнына айран, жеміс-жидек немесе шөп шай. Қатты күйзелу мен уайым жүрекке тікелей зиян. Осы жаста әйел іштей уайымшыл, сезімтал бола түседі. Күнделікті реніш, ашу, іште жинақталған стресс. Қан қысымын көтеріп, жүрекке соққы береді. Жеңіл серуен, терең тыныс, дұға ішкі жан тыныштығын қалпына келтіреді. Бір орында ұзақ отыру, аяқ сыну мен буын ауруының себебі. Ұзақ теледидар көру, үстелде отыру. Аяқтағы қан айналымын нашарлатады. Тізе мен бел ауруы жиілейді. Кемінде әр 40 минут сайын тұрып, аз қозғалыс жасаңыз. Ұйқысыздықты елемеу гормондық бұзылысқа келеді. Кешке ұйықтай алмайтын күндер көбейе ме? Ұйқы әйел денсаулығының негізі. Ұйқысыздық гормон тепе-теңдігін бұзады. Салмақ қосылады, шаршау күшейеді. Мелисса, шай қурай, жалбыз шайын ішіп. Телефоннан алыстау ең дұрыс шешім. Өзіме уақыт жоқ деу ең үлкен қателік. Басқаларға бәрін беріп, өзіңізді ұмытып кетпеңіз. Сіз де тынығуға, демалуға, өз жаныңызбен оңаша қалуға лайықсыз. Табиғатқа шығыңыз, дұға оқыңыз, өзіңізді жақсы көріңіз. Бұл жаста денеде, жанда үлкен өзгерістерге тап болады. Климакс кезеңі жай ғана гормондық өзгеріс емес, ол ішкі әлеммен жаңа қарым-қатынастың бастауы. Кейбір әйелдер өзін іштей мазасы сезіне бастайды. Көңілсіздік, жалғыздық, түнгі ұйқысыздық. Мұның бәрі ағзада, жанда тыныштық іздеп тұрғанның белгісі. Кешке қарай аяғыңызды тұз қосылған жылы суға салып көріңіз. Бұл тек денені босаңсытпайды, жанды да тыныштандырады. Ол сізге ұйқыны реттеуге, қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Күн сайын өз-өзіңізге уақыт бөлу, бұл жай ғана күтім емес, бұл махаббат. Жүрегіңізге, денеңізге, жаныңызға деген махаббат. Себебі әр әйел өмірдің өзегі, отбасының шамшырағы. Сіз дені сау, тыныш, бақытты болсаңыз, айналаңыз да жайнай түседі.